Көктем туып жер қарайысымен өңірде өрттің алдын алу шаралары басталды. Батыс Қазақстан облыстық төтенше жағдайлар департаментінің мамандары бірінші кезекте орман шаруашылығы мекемелерін тексерістен өткізуде. Соңғы жылдары дала және орман өрттері көбейіп тұр. Сондай-ақ өрт сөндіруге арналған техника тапшы, құрал саймандардың жетіспеушілігі байқалады. Тілші әңгімесінде толығырақ. Бүгінгі таңда өңіріміздің орман қоры 216 мың гектарды құрайды. Облыс аудандарында осы саланың бөлімшелері жұмыс жасайды. Қалалық филиал ұжымы да өртке қарсы күрес жұмыстарына сақадай сай отыр. Облыс бойынша 8 орман және жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі мемлекеттік мекемелерінде тексерістер жүргіздік. Соның тексеріс жүргізгенде өрт сөндіруге техниканың дайындығы, өрт мұнараларының дайындығы, орман өрт станциясын тексереміз, радио байланыстардың жағдайларын, жанар жағармайдың резервте бар жоғын тексеріліп тұрады. Өрт шыққан аумақты қадағалап отыру үшін бірнеше жерде бейнебақылау камералары орнатылған. Орманшылар сол орындарда кезекшілік етеді. Ендігі мақсат осы бейнекамералардың санын көбейту болып тұр. Бірақ бұл мақсатқа әзірге жергілікті қазынадан қаржы қаралмаған. Көбіне өрт мәселесі біздерге далалық жерлерден басталады да орманға келіп кіріп кетеді. Біздерде қазір бұл мәселеге дайындық биылғы жылдың 12 сәуірінен бастап жануарлар дүниесі және орман қорғау комитетінің бұйрығымен Батыс Қазақстан облысында 12 сәуірден бастап өрт қауіпсіздігі маусымы басталды. Осы уақытқа дейін біздерде қазір 41 трактор техникамыз бар, 9 пожарный машиналарымыз бар. Оның сыртында 8 осы орман шаруашылығында 8 адамнан құрылған, қазір өзіңіз көріп тұрғандай біздің бригадалар бар. Осы саладағы тағы бір түйінді мәселе орман қорын қалыпқа келтіру үшін 414 миллион теңге қаржы қажет. Орман қорын қорғау және көшеттер егуді көбейтуді жоспарда. Күн жылынып, қар ерісімен тұрғындардың табиғат аясында демалулары көбейеді. Осыған орай от жағу салдарынан өрт шығу қаупі туындайды. Әсіресе саяжайларда өрт көп тіркелетін көрінеді. Батыс Қазақстан облысының орман шаруашылығы аумақтық инспекциясы мен Батыс Қазақстан облысы төтенше департаменті орман шаруашылықтарының алдағы уақыттағы өрт қауіпсіздік кезеңінің дайындығы тексерілуде. Дайындық қорытындысы бойынша анықтама тиісті органдарға шара қолдану үшін жолданады. Өткен жылы 7 орман және 456 дала өрттері тіркелген. Сонымен қатар 2018 жылы өрт қауіпсіздігін тудырған адамдарға 36 әкімшілік хаттама толтырылып, 500 миллион теңге айыппұл салынған. Ұлықпан Елеу, Ербол Меңдіғалиев, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.